Жыл санап қалалардағы көлік қатары қарқынды түрде артып келеді. Сондықтан уақытша және ұзақ мерзімді тұраққа көлігін қоюға таласып жататын жүргізушілердің әрекетіне таң қалмайтын болдық. Армысыздар, эфирде этикет бағдарламасы. Бүгін біз көлік қою әдебі жайында баяндаймыз. Белгілі бір аумақта қозғалған кезде жол ережесін сақтаңыз. Жылдамдықты шектейтін белгілерді елемеуге болмайды. Кей автотұрақтарда олар жүргізушілер мен жаяу жүргіншілердің қауіпсіздігі үшін қойылады. Әсіресе адамдар балаларына алданып немесе азық-түлік салынған арбамен тез өтуге мүмкіндігі болмайтын сауда орындарына көбірек орнатылады. Сондай-ақ ішкі және сыртқы паркингтерде тоқта және жол беріңіз деген белгілер жаяу жүргіншілер жолына жиі қойылады. Оларға назар аудармау айыппұлға душар етпесе де жағымсыз жайттарға соқтыруы мүмкін. Бұрылған кезде бұрылыс жарығын жағуды ұмытпаңыз. Себебі ірі сауда орталықтарының паркингтерінде жүруге барлық жүргізушілер машықтанбаған. Белгіні қосқан кезде ғана қай бағытқа баратыныңызды білетін болады. Көлігіңізді шеткі орынның шекаралас тұсына қоймаңыз. Неғұрлым ортасына қоюға тырысыңыз. Әрі таңбаға назар салыңыз. Олай етпеген жағдайда қос қапталыңызда тек мотоциклдер сиятын орын қалады және пайдалы орын зая кетеді. Немесе осы әрекетіңіз арқылы сіз өзге жүргізушінің қалған территорияға қыстырылысып кіруіне ықпал етесіз. Ол көлігін зақымдап алуы да ғажап емес. Егер орын таңбаланса, шетіне қойыңыз. Немесе үлкен саңлау қалдырмайтындай етіп өзге көліктің жанына тұрақтаңыз. Сонда тұраққа көбірек көлік сиятын болады. Егер көлік үлкен болса, габариттері де үлкен болса, бір парк орынға сыймаса, бір және 2-3 орын алған кезде сол орын көлеміне төлейді автожүргізуші. Тұрақ орнына енгенде соңына дейін барыңыз. Соның арқасында өзге көліктер оңай бұрылып, кең жүре алады. Егер көлігіңіз шағын ғана болса, артқы бампері өзге көліктердің бампермен бір деңгейде тұруын қадағалаңыз. Ол өзге жүргізушілерге бұл орынның бос емес екендігін оңай көруге мүмкіндік береді. Егер қылтиып тұрса, фаркопты, яғни тартқыш құрылғысын алып тастаңыз. Көлікке өзге автокөліктерді өткізем деп жақындаған адамның киімі мен сөмкесі ілініп қалуы ықтимал. Негізі Астана қаласында ашық және жабық түрлері автотұрақтар дамыған. Жабық автотұрақтар бұларды көбінесе паркинг деп атайды. Бұл тұрақтарда диспетчер отырады, шлагбаум деген нәрсесі бар. Ішке кіретін және шығатын жолды бөгемеңіз. Көптеген жүргізушілер әдетте көлігін шығатын есікке немесе баратын жеріне жақын қоюға ұмтылады. Ары қарай өтіп, бос орынды дұрыс пайдалануға тырысыңыз. Сонда өзіңізде көлігіңізге алаңдамайсыз, әрі өзге жүргізушілермен сөзге келмейсіз. Тағы бір маңызды сәт айналадағы кеңістік жүк көліктерінің өтуіне де ыңғайлы болуы тиіс. Әсіресе бұл тұрғын үй аймағында маңызды. Олай болмаған жағдайда өрт көлігі немесе жедел жәрдем көлігі діттеген жеріне жете алмай қалуы мүмкін. Егер аса қажет болып өтетін жерді бөгесеңіз, жеке телефон нөмірін қалдырып кетуді ұмытпаңыз. Мүмкіндігі шектеулі жандарға арналған орын жайылы да естен шығармаңыз. Ол жерге әдетте арнайы белгі орнатылады және ол кіреберістің маңына қойылады. Оның ені кәдімгі орындардан айтарлықтай кең. Егер сізге осындай орынға тұрақтауға негіз болмаса және оған рұқсатыңыз жоқ болса, басқа бос орын іздегеніңіз дұрыс. Өзге жүргізушілердің бұрылысына кедергі келтірмеңіз. Бос орынды күткен кезде көлігіңіз ешкімге кедергі келтірмейтіндей жерге тұра тұрыңыз. Енді көлігін бос орынға қояйын деп жатқандарға да кедергі келтірмеңіз. Алдыңғы қатарда келе жатқан автокөлік иесі бұрылыс жарығы арқылы бос орынға тұрақтайтынын білдірсе, оған бұрылатын жер қалдырыңыз және өте жақын таямаңыз. Егер сізге өзге жүргізушінің әрекеті ұнамаса, жағдайды ушықтырмаңыз. Тұрақтағы жанжал соңы ұрыс керіске ұласуы ықтимал. Кез келген келіспеушілік соңы ашуға булықтырып, ол дөңгелекті тесілуіне немесе есіктің сызылуына дейін жеткізуі мүмкін. Қауырт тіршілік, зымыраған уақыттың ырғағына еремдеп, кей адамдар қарапайым мінез құлық ережесін ұмытып жатады. Алайда қанша асыққаныңызбен жол үстіндегі өзге жүргізушілерді сыйлай білу керектігін жадыңыздан шығармаңыз. Бұл этикет бағдарламасы. Табысқа бірге қол жеткізейік.